Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен карамельный пирогтың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Бізге қажетті болатын заттар: бір жұмыртқаны жарып саламыз. Үстіне қантты салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Сосын сары майымызды ертіп үстіне құямыз. Граммдарын мен астында описанияда жазып қалдырамын. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Мен онды алдын ала електен өткізіп алдым. Ұнымызға қопсытқышты салып араластырып аламыз да сосын жаңағы жұмыртқалы сары майды қосқан массамызға ұнды салып отырып қамыр жасайтын боламыз. Не біздің қамырымыз дайын. Оны енді целлофанға салып 15-20 минутқа қалдырамын. Оған дейін мен ішіндегі салмасын дайындайтын боламын. Салмасына бізге вареный сгущенка керек болады. Оны салып, үстінен сметананы қосамыз. Бізде қаймақ, дүкеннің қаймағы 20% болуы қажет. Қаймақты 2 қасық салсаңыздар жетеді. Барлығын жақсылап араластырып алып, үстіне 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Сосын біздің салмамыз дайын болады. Ал енді біз формамызға қамырды жайғастырамыз. Бірдей етіп қамырды формаға жайып шығамыз. Шет-шетін тегістеп, әдемілеп қойсаңыздар жақсы. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді оның үстіне салмасын құямыз. Сосын 160 градуста 40 минуттай пісіріп аламыз. Міне достар, біздің карамельді пирогымыз дайын болды. Айта кететін жағдай, піскен соң формадан бірден босатпаймыз. Кішкене 10-15 минуттай суытып, сосын босатамыз. Әйтпесе біздің пирогымыз қатпай қалуы мүмкін, салмасы қатпай қалуы мүмкін. Міне біздің пирогымыз дайын. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен бетіне жай ғана кокос ұнтағын салып әсемдедім. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Өте дәмді болып шығарына 100% кепілдік беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.